Бала бауыр етің. Әр жаңа оқу жылында балалар мектепке түрлі сән үлгісіндегі сөмкелер мен оқу құралдарымен барғысы келеді. Алайда кей ата-ананың жыл сайын оқу маусымына қажетті заттарды әперуге қаражаттары жетпей жатады. Сөмкесі мектеп құралдарымен толтырылған баланың көңілі қашанда тоқ болатынын ескерген кәсіпкер Берік Көздіғарин Шығанақ Берсиев атындағы орта мектебінің бір топ оқушысына тарту жасады. Әрбір адамның жүрегінде өзінің әрбір елге де халыққа да махаббаты болу керек. Сондықтан өзімнің жеке тарапынан да, өзім ойымнан да сондай идеяны осы ауданның басшысына айтып, сондай ұсыныс беріп, осы өңірге өзіме ыңғайлы осы ойлауданның Шығанақ Берсиев ауылына көмегімді, ықпалымды келтіруге өз ниетімен келіп тұрмын. Сондықтан бұл ешқандай міндетті емес, ең бастысы іште жүрегіміздегі көңіліміз әрқайсымызды ауылдан өскен болғасын, сондай іс-шараны қолдап, және де өсіп жатқан бүлдіршіндердің ықпалын, өздерінің қызығушылығын оятуға әрекет жасап жатырмыз. Жаппас Компани жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры бүлдіршіндердің білім алуына қажетті оқу құралдарын салтанатты жағдайда табыс етті. Көңілдеріне қуаныш ұялаған өрендер мен ұстаздар өндірістік компанияға ризашылықтарын жеткізді. Менің аты жөнім Әбдікар Мәнуар. Мен биыл 9-шы сыныпқа көштім. Мен өскенде футболист болғым келеді. Маған мектепте ұнайтын сабақтар алгебра, әдебиет, қазақ тілі, дене шынықтыру. Маған бүгін 1 қыркүйек күні Берік ағай маған сөмке сыйлады. Мен соған рахметімді айтамын. Биылғы білім күніне байланысты өтіліп жатқан салтанатты жиынның ерекшелігі біздің мектебімізге кәсіпкер азаматтарымыз келіп жатыр. Менің сыныбымнан Мұратов Айнарбекке кәсіпкер ағамыз Жаппас фирмасының басшысы Берік Ерболұлы жаңаға оқушымызға, мүмкіндігі шектеулі оқушымызға өз фирмасының атынан демеушілік жасады. Біздер оған қуаныштымыз және осы кәсіпкер ағамызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар аталған акцияға ауылдағы орта мектептерді әр жылдары бітірген түлектер атсалысуда. Олар өздері оқыған мектептерді жөндеуге, басқа әлеуметтік ғимараттардың материалдық техникалық базасын нығайтуға өз үлестерін қосып, демеушілік көрсетті. Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округ бойынша туған жерге тағзым акциясы аясында жасалып жатқан бірталай жұмыстар бар. Атап айтсақ, туған өлкем Қаратал, сүйікті ауылым стенка салынып жатыр. 450 мың теңге оған ауыл азаматтары атсалысып көмек беріп жатыр. Әсіресе 80 жылғы Дауылбаев Александр дейтін азаматымыз көмегін берді өзі. Бірталай негізі шаралар жасалып жатыр. Бүгінгі шараға келетін болсақ, 1 қыркүйек білім күніне байланысты жасалып жатқан шараға мына Берік Ерболұлы келіп, азамат Жаппас компаниясының басшысы бүлдіршіндерге өзінің компаниясы атынан сый-сияпатын көрсетіп жатыр. Алдағы уақытта бұл азамат басқа да бір көмекке мұқтаж адамдарға көмегін берем, қолын созам деп отыр. Бұл Берік Ерболұлына жұмысына табыс, тек әрқашан өрлей берсін. Айнұр Самарханова, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.